Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге интернеттен өте жақсы ақша табу жолдарын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолдарымен сіздер 500 рубль, 600 рубльға дейін ешқандай қиындықсыз таба аласыз. Яғни 3000, 4000, 5000, 6000 теңгеге дейін ешқандай қиындықсыз таба аласыздар. Сол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көреміз. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз осы видеоға, және де комментарияға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал енді қараңыздар, алдыңғы видеода мен осы алдыңғы шығарылған видео 1000 просмотр және де 100 лайктан асатын болса, мен келесі видео шыққанша деп айтқанмын. Келесі видео шыққанша, яғни бүгінгі видео шыққанға дейін ол 1000 просмотрдан асып 100 лайктан асу керек. Сол кезде комментарий жазған адамдардың екеуіне 500 теңгеден беремін деп айтқам. Көргендеріңізде барлығы асып, барлығы дұрыс тұр. Сол себепті де видеоның соң жағында ұтқан балдар шығады. Сол ұтқан балдар маған не істеу керек екенін осы видеода көрсеткем. Соны істеп, маған телеграмнан жазса, мен оларға ақшаларын салып жіберетін боламын. Ал енді қараңыздар, ақша табу жолына көшейік. Ал енді қараңыздар, бұл бірінші ақша табу жолы. Бүгін екі ақша табу жолы болады. Бұл жерге не істейсіздер? Мен телеграмма өтесіздер, ссылкасы телеграмда болады. Осы жерге фамилия мен имяңыз жазасыз, яғни атыңыз бен жөніңіз жазасыз. Одан кейін Gmail почтаңыз жазасыз, номер телефон жазасыз. Одан кейін пароль ойлап табасыз, пароліңізді қайталап жазасыз. И промокод бар болса, промокод жазасыз деп тұр. Менің промокодым тұрады, тиіспей қойсаңыздар болады. Одан кейін зарегистрироваться деген басасыздар, яғни регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін қазір мен сіздерге қалай ақша табу керек екенін басынан соңына дейін түсіндіретін боламын. Міне мен өзім аккаунтыма кірдім, және де бізге ең бірінші 15 рубль бонус ретінде береді. Бұл жерде біз қалай ақша табамыз? Әртүрлі офер орындағанымыз үшін бізге ақша төлейді. Қараңыздар, басасыздар менюді, одан кейін офері деген жер кіресіздер, все офері деген басасыздар. Бұл жерде оферлер бөлінеді, яғни әр елге болып бөлінеді. Бізге Қазақстанға офер табуымыз керек. Ол офер қалай табасыздар? Қараңыздар, мен сіздерге қазір бір офер айтам, ол офермен дәл сол офермен 500-400 рубльға дейін ақша табуға болады. Қазір бірінші офер, бұл жерде мобильный деген жер кіресіз, оплата за установку. Яғни сіз достарыңызға өзіңіздің ссылкаңызды беріп, достарыңыз сол ссылкамен тіркелетін болса, сізге 21 рубль береді. Әр шақырған досыңызға сізге 21 рубль береді. Жақсы деп ойлаймын. Қазір мен сіздерге өте көп төлейтін офер көрсетемін. Игры деген жер кіреміз, все игры басамыз. Одан кейін ең астына түсеміз. Бұл жерде әртүрлі заданиялар бар. Ең астына түсеміз, міне. Бізге 60 рубль төлейді екен. Көргендеріңізде 60 рубль деп жазылып тұр. Подробный басасыздар. И бұл офермен толығымен танысып шығамыз. Қараңыздар. Біз әр шақырған досымызға 60 рубль төлейді, және де ол тексерісте 14 күн жатады. Холд деген, яғни тексерісте 14 күн бойы жатады. Мысалы, бүгін сіз бір досыңыз шақырсаңыз, ол ертең түспейді ақша сізге, 14 күннен кейін түседі. Ақша түсіп тұрады, сізде холд деген баланста көрініп тұрады, бірақ основной балансқа 14 күннен кейін түседі. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде шақырған досымыз регистрация жасау керек ойынға, одан кейін бірнеше уровеньнен өтіп, бірнеше күн бойы сол ойынды күніне ойнап тұру керек. Мысалы, күніне жарты сағат, 15 минут, 20 минуттан күн сайын ойнап тұрса жеткілікті. Мына условия деген жерге басасыздар, міндетті түрде басып көруіміз керек. Гео деп тұр. Яғни қай елдерге бұл тапсырманы орындауға болады? Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Эстония, Қырғызстан, Қазақстан, Литва, Латвия, Молдавия, Россия, Таджикстан, Түркменстан, Украина, Өзбекстан. Яғни бізге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан керек болатын болса, көргендеріңіздей барлығы 3 елде бар. Сол себепті де біз 3 елде де орындай аламыз. Мысалы, бұл ссылкаларды қай жерге таратуға болады? Gmail почталарына жіберуге болады, Телеграмға жіберуге болады, WhatsAppқа жіберуге болады, одан кейін YouTube каналдарға да жіберуге болады. Подробный описание деген бассаңыздар, бұл жерде қандай ойын екен жазылып тұр. Бесплатный көп адамдық ойын деген сияқты материал деген жер кіресіз, қараңыз. Бұл жерде заработать 60 рубль деп тұр. Яғни сіз оның үстін бассаңыз, өзіңізді ойынға жібереді. Сіз сол ойынды ойнайтын болсаңыз, мысалы, бірнеше уровеньнен осы ойында өтіп, бірнеше күн бойы ойынды жарты сағат, бір сағаттан, бір апта бойы примерно бір сағаттан ойнап жүрсеңіз, сізге 60 рубль береді. Мысалы, мен қазір ол ойынды ойнап жатырмын. Ойын маған қатты ұнаған жоқ, түсініксіз онша, бірақ бізге 60 рубль береді. Сол себепті де ойнауға тұрарлықтай деп ойлаймын. Одан кейін қараңыздар, біз тағы да қалай бұл жерден ақша табамыз? Өзіміз ойнасақ болады, одан кейін достарымызға жіберсек болады. Мысалы, осы жердегі ссылканы копировать етіп аламыз и досымызға жібереміз, досымызға айтамыз, типа, осы ойын қызық ойын екен, ойнасай бір апта деген сияқты. Одан кейін досыңыз, если досыңызға да ұнап, досыңыз ойнайтын болса, сізге 60 рубль береді, досыңызды шақырғаныңыз үшін. Мысалы,
5 дос шақырсақ, ол примерно 300 рубльға жақын болады. Мысалы 5 досыңыз шақырып, сіз 300 рубль таба аласыз. Әр шақырған досыңызға 60 рубльдан. Бірақ условиясын оқып шықтыңыз, досыңыз міндетті түрде бұл ойынды ойнауы керек. Регистрация жасау керек, одан кейін бірнеше апта ойнау керек, бірнеше күн ойнау керек. Яғни бір аптадай ойнау керек. Ал енді бұл жерден ақшаны қалай шығарасыздар? Ақшаны кез келген жерге шығаруға болады. Финансы деген жерге кіресіз. Міне бұл жерде көргендеріңізде готовка выводу, доступный баланс деп тұр. Мына холд деп тұр, яғни регистрация жасағанымыз үшін бізге 15 рубль бонус ретінде береді. Одан кейін осы жинаған ақшамыздың бәрі холдқа түседі. 14 күннен кейін основной балансқа түседі. Основной баланстан сіз банковский карточкаңызға ешқандай қиындық шығару аласыз. Яғни картаның сыртында тұратын 16 номерлік номерге соны жазып, өзіңіздің картаңызға шығарып алсаңыз болады. Болды, барлығы жоқ осы, қиын емес деп ойлаймын. Минимальный сумма шығаруға болатын 300 рубль. Яғни өзіңіз ойнасаңыз, және де 5 досыңыз шақырсаңыз, сіз шығарып аласыз деп ойлаймын ең бірінші ақшаңызды. Ал екінші ақша табу ол мой заработок деп аталады. Мой заработок дегенде жерде біз шынымен көп ақша емес, бірақ жақсы ақша табуымызға болады. Бұл приложение істеп келе жатқанда 3 жылдай болды. Және де 100% төледім. Мен бұл қазір основной аккаунтым емес, основной аккаунтым екінші телефонда. Ол жерде мен күн сайын анда-санда кіріп орындап тұрам. Бірақ баяғыда мен өте көп орындаған кездерім болған. Шынымен күніне 20, 15-30 рубльға дейін табуға болатын еді. Қазір одан да көп табуға болады. Қазір мен сіздерге барлығын басынан аяқ көрсетіп шығамын. Және де менің телеграм каналымда ссылкасы болады, промокоды болады. Сол промокод жазып, сол ссылкамен тіркелгендеріңіз үшін сіздерге 5 рубль бонус ретінде береді. Одан кейін бұл жерде қалай задание орындаймыз? Қараңыздар. Новый деген жер кіресіздер. Және де бұл жерде біз приложениялар тартуымыз керек. Приложениялар тартқан кезде бір минусы бар. Бізге VPN керек болады. Мысалы, Play Market'тен кез келген VPN тартасыздар и страна деген жерге осы жерде көрсетілген странаны қоясыздар. Яғни VPN-нің ішінде страна деген бар. Странадан Испанияны таңдайсыз. Мысалы, осы заданияны орындау үшін міне VPN қосып, страна Испания таңдаңыз деп тұр. Окей басасыз. Әртүрлі, мысалы, Индия, Түркия, Вьетнам болу керек, США, Канада. Міне кейбір заданиялар бар. Кез келген, мысалы, мына жерге біз VPN тартпасақ болады. Одан кейін бізге ақшаны шығару үшін ең кем дегенде бір заказды соңына дейін орындауымыз керек. Соңына дейін деген қалай? Көп адам түсінбейді. Соңына дейін деген былай. Мысалы, сіз 100 задания орындасаңыз, соны хотя бы біреуін соңына дейін орындауыңыз керек. Қазір мен сіздерге бір заданияны көрсетейін. Ең аз уақыт қажет ететін заданияны табамыз. Мысалы, көргендеріңізде заданиялар бар, кез келген мемлекетке орындала беретін, бірақ VPN қосып орындасаңыз, сіз шынымен жақсы ақша таба аласыз. Задания өте көп. Міне мысалы осы задания. Басамыз, бізге екінші күні ақ кіру керек. Қараңыздар, приложение ұстап кірсау керек, одан кейін регистрация приложение жасау керек, одан кейін екінші күні кіруіміз керек. Яғни задания толығымен орындау заданияны 2 күн ғана алады. Қазір біз установка жасаймыз, просто регистрация жасаймыз, одан кейін ровно 2 күн өткеннен кейін бір рет кіреміз, болды. Задания біткен болып саналады. Сол кезде бізге кез келген ақшаны осы бір заданияны соңына дейін орындау арқылы біз кез келген ақшамызды шығара береміз. 1000 заданияның ішінен тек біреуін соңына дейін орындасаңыз жетеді. Ал қалғандарын просто басын орындап удалить етіп кете берсеңіздер болады. Мысалы қараңыздар. Тақша, мысалы осы жерде 2-ші күн, 3-ші күн, 8-ші күн, 16-ші күн кір деген. Оны соңына дейін орындамай қазір приложениені тартып, ашып ішінде 1,5 минут тұрып өшіріп тастай салсаңыз болады. Оның өзінде сізге ақша береді. 4 рубль, 5 рубльға дейін береді. Қазір жаңа заданияны тартып көрейін мен. Міне мен жаңа задания аштым. Загрузить Google Play деп басасыздар. И Google Play'дан сол задания шығады. Сол осы заданияны біз установка жасаймыз. Қазір установка жасалып болсын. Міне менде приложение установка жасалып болды. Енді бұл приложениені біз бұл жерден ашпаймыз. Біз мой заработокқа келіп ашамыз. Мысалы, активный деген жер кіреміз. Мына одан кейін міне приложение басамыз. Міне установка жасалып болды деп тұр. Міне қазір ашып ішінде 30 секунд тұрыңыз деп тұр. Басамыз. Ішінде 30 секунд тұрамыз. 30 секунд тұрғанда бізге бәрібір де регистрация жасау керек. Регистрация жасай салу керек. Қазір 30 секунд тұрайық ішінде. Примерно 30 секундтай болды. Приложение жабамыз. Осы жақ келеміз. Шығып қайтып кіреміз. Міне көргендеріңізде 30 секунд болды, және де маған 1,5 рубль берді. Міне 6:39 болды. Енді регистрация жасаймыз тағы да, одан кейін тағы да жартысын береді. Одан кейін екінші күні кіреміз, тағы да жартысын беріп, барлығы 347 рубльға жетеді. Бұл приложение жота Қазақстанның приложениесі сияқты. Мүмкін бұл жерде де ақша табуға болады. Қазір көретін боламыз. Все, видео аяқталды. Міне осы екі бала ұтты. Осы екі бала маған телеграмнан жазса,
мен ақшаларын салып жіберетін боламын. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.